Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен журналист Раушан Сейсенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Ардақ Сембайқызы Қобландина, Ақтөбе Дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығының әдіскері. Ардақ Сембайқызы, эфирімізге қош келдіңіз. Жалпы қазіргі кезде қала мектептерінде жаңағы білім олимпиадалары өтіп жатыр. Мұнан бұрын қалалық және аудандық білім олимпиадалары өткен болатын. Осы олимпиадалардың нәтижесі қалай болды? Жалпы білім беретін республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі 30-шы қаңтар мен 6-шы ақпан аралығында өтті. Жалпы олимпиада жаратылыстану математикалық бағытта және қоғамдық, әлеуметтік қоғамдық пәндер бойынша өтті, 15 пәннен. Академиялық адалдық пен ашықтықты сақтау мақсатында олимпиада ел үміті платформасында фотофиксация және веб-камера прокторинг сервисін пайдалана отырып электронды форматта өтті. Барлығы осы 6663 оқушы бізге өтінім берген болатын. Соның 5806 оқушысы аудандық кезеңге қатысты. Қазіргі таңда енді біздер облыстық олимпиадаға дайындық кезеңдері өтіп бастадық. Осы оқушылардың 976 оқушысы өтінім беріп отыр облыстық олимпиадаға қатысу үшін. Қазір енді олимпиада қай жерде өтеді? Дүйсенбі күні енді басталады. 3 күнге созылады ғой, иә? Жоқ, 5 күнге созылады. 5 күнге созылады, иә? Қазір қай ғимаратта, қай жерде өткізілгелі жатыр? Ақтөбе қаласының 51-ші гимназиясында өтеді және 56-шы жалпы білім беретін орта мектебінде өтеді. Жалпы дайындық қалай? Жалпы дайындық барлығы жақсы өтіп жатыр. Жаңағы ел үміті платформасында өтеді. Ол оқушыларды әрбір минут сайын суретке түсіру арқылы прокторинг сервисін пайдаланамыз. Бұлай қарағанда веб-камера жан-жағында оқушылардың мысалы суретке түсіріп жатады, осы оқушыларға кедергі келтірмей ме? Немесе оқушылар алаңдап, жаңағы қорқыныш пайда болмайды ма балаларға психологиялық? Жоқ, ол ешқандай кедергісін келтірмейді. Алдарында тек қана бір ғана ноутбукпен ғана жұмыс жасайды. Камералар ол негізі жалпы олимпиада өту барысын тікелей эфирде неге түсіріліп жатады. Ол жоғарыдан және алдыдан түсіріп тұрады. Ата-аналар көріп отыруға мүмкіндік бар. Мұғалімдер көріп отыруға. Барлық қарайым деген адамдардың барлығына сілтеме жіберіледі. Сол сілтеме арқылы қарап отыруға мүмкіндік бар. Бұл бір жағынан офлайн, бір жағынан онлайн болып тұр ғой. Енді былайша айтқанда оқушылар қатысып отырады, бірақ өзгелер оны бақылап отырады. Иә, ашық түрде өткізу үшін осындай система жүйе енгізіп отыр. Осы жүйені мысалы қарап отыру үшін қандай не істеу керек? Мысалы қандай сайтқа кіру керек, соны кішкене анығырақ айтып кетсеңіз. Ол сайт негізі ақтөбедарын.kz сайтында сілтеме сол жақта тұрады. Сол сайтқа кіріп, сілтемені басып, әрбір ата-ана болсын, әрбір қатысушы өздері қарауға болады. Уақыттары қалай болады енді? Республикалық Дарын орталығының бізге берген несі бойынша өткіземіз. Олар әрбір пәнді өз уақыттарымен күндерге бөліп тасталған. Бірінші жаратылыстану математикалық бағытта өтеді. 13-ші, 14-ші күні, 15-ші күні апелляция, 16-ші, 17-ші күні гуманитарлық қоғамдық бағытта өтеді, 18-ші күні апелляция өтеді. Жаратылыстану пәндері бойынша өткізілетін пәндік олимпиадалардың нәтижесі бірден шығады ма, әлде бірнеше күн өткеннен кейін шығады ма? 13-ші, 14-ші жаратылыстану пәні өтеді. Сол 2 күннің 2 тур деп айтамыз ғой, сол 2 турдың нәтижесінің апелляциялығы 15-ші күні өтеді. Содан кейін бірден несін шығарамыз, қорытындысы. Нәтижесі шығарады, қорытындысы. Енді жаңа ел үміті платформасы деп жатырсыз, осы ел үміті платформасы туралы шамалы анығырақ айтып кетсеңіз. Ел үміті платформасы бұл республикалық
платформа болып саналады. Бұл жерде балаларды, жаңа мен өзім қайтадан мана айтқандай, балаларды веб-камера және фотофиксация арқылы әр минут сайын суретке түсіру арқылы өтеді ол жерде. Оның барлығы сол сайтта басқарады республикалық орталықтар қарап отырады, және сол жерде жаңағы оқушы қандай да бір құқық бұзушылық болса, соны бізге жіберіп отырады. Қандай да бір құқық бұзушылық болғанда, ол қандай болуы мүмкін? Мысалы, телефон қолдану мүмкін? Балалар ноутбук болғандықтан оқушылар басқа сайттарға кіріп кетуі мүмкін. Есептің жауабын мысалы. Сосын басқа, мысалы, ел үміті платформасына басқа платформалар бар, сол жерге кіріп, есептерді, жауаптарын қарау мүмкін. Оны міндетті түрде бақылап отырсыздар. Енді осы адалдық, ашықтық деп жатырмыз ғой олимпиаданың. Осы адалдық пен ашықтықты сақтау мақсатында тағы да басқа қандай шаралар бар? Адалдықпен біздер енді тәуелсіз бақылаушыларымыз келеді. Ол жерге қамқоршылық кеңесінің адамдары келеді, партиямыздан келеді, сосын адалдық алаңынан келеді. Осылардан құралған тәуелсіз бақылаушыларымыз болады. Енді мұнан өзге облыстық олимпиадалар, осы олимпиаданың қазылар алқасының мүшелері кімдер болады? Кімдер төрелік етеді, қазыларға кімдер тексереді дегенде? Жалпы біздер облыстық олимпиадаға осы облысымыздың жоғары оқу орындарының мұғалімдерін және бұрынғы олимпиаданың жеңімпаздарын шақырамыз. Ол балалар қазір жұмыс жасап жатқан балалар. Қазіргі кезде ата-аналар тарапынан айтылып жатады, мектеп бағдарламасынан тыс кейбір есептер, немесе тапсырмалар келеді деген, мен осы талай рет естіп жүрмін ата-ана ретінде. Осы рас па? Осы пән олимпиадаларының шарттарын, тапсырмаларын кімдер құрастырады? Бұл жерде енді бізге жалпы республикадан келетін болғандықтан, бұл жерде мектептен тыс дегенде бала дарынды болғандықтан, ол жан-жақты көбірек болу керек. Мектептің бағдарламасынан тыс тапсырмалар болуы мүмкін. Ол олимпиада сонымен ерекшеленеді. Сонымен ерекшеленеді. Енді қазіргі кезеңін туралы айтып берсеңіз, мысалы деген, осы облыстық олимпиаданың кезеңдері жөнінде. Мысалы, облыстық олимпиададан өткеннен кейін республикалық олимпиадаға жолдама алады. Одан басқа да қандай мүмкіндіктер бар? Мысалы, облыстық олимпиададан орын алған оқушыларға қандай жағдай жасалады, немесе қандай марапаттар беріледі деген сияқты? Енді біздің қазіргі таңда ондай республикалық олимпиададан кейін ары қарай барады деген нелеріміз жоқ. Республикалық олимпиадаға жолдама алады. Тек қана облыстан өткен оқушы республикаға орын жолдама алып, сол жақтан қатысып келеді. Ал қандай да бір жеңілдіктер жоқ, қарастырылмаған. Жалпы дарын орталығы арқылы қазіргі кездері халықаралық олимпиадаларға жолдама алып жатқан балалар бар. Солардың нәтижесі қалай болып жатыр? Былтырдан бері халықаралық пән олимпиадаларында орын алған балалар көп па? Бізде жылма-жыл балалардың рейтингісі көтеріліп келе жатыр. Оны нақты айтуға болады. Енді тағы бір мәселе, мысалы, көптеген ата-аналар кейде шағымданып жатады, оқушыларда, мысалы, осы олимпиада өткеннен кейін айтып жатады, негізінен жүлделі орындарда, бірінші, екінші, үшінші орындарды білім инновация лицейінің оқушылар алып кетеді. Бізді олимпиадан олардан бөлек өткізсе, олар мысалы дарынды балаларға арналған арнайы мектептерде оқиды ғой. Біз жай мектептерде оқимыз. Неге біз жай мектептер мен дарынды балаларға арналған мектептердің оқушылардың олимпиадасы бірге өткізіледі деген сияқты мәселе? Бірге өткізілгенімен бізде орындарды инновациялық мектептер деп бөлеміз, және жай мектептер деп бөлеміз. Ол екі мектептерге орындар бөлек-бөлек беріледі. Сондықтан жай мектептер арасындағы
барлығына тапсырма бірдей келеді, бірақ орындарды бөлген кезде инновациялық мектептерге бөлек беріледі, жай мектептерге бөлек беріледі. Бұл қашаннан бері қолға алынды осы? Бірнеше жылдан бері. Өйткені көбінесе сол ата-аналар айтып жатыр, біздің балаларымыз бұрыннан жаңа дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың балалары орын алып кетті деген сияқты. Бірнеше жылдан бері бұл жүйе келе жатыр. Жалпы олимпиада жөнінде айтатын болсақ, осы пән олимпиадалары несімен ерекшеленеді? Пән олимпиадалары. Енді пән олимпиадалары бұл жерде республикадан тапсырмалар беріледі, сол жақтан келеді. Мысалы, балалардың дайындықтары қалай болады оған? Бізде жаңағы мысалы, жаңағы білім инновация лицейінде олимпиадаға дайындайтын арнайы үйірмелер болады. Балаларды арнайы мектептерде мысалы бар ма қазіргі кездері осындай? Қазіргі кезде біздің дарын орталығы республикаға шыққан оқушыларды дайындық жүргіземіз. Бізде арнайы жалын мектебі бар, ғылыми жобалық мектебіміз бар. Солармен және тағы да бір Астана қаласында өткізетін біздің өзіміздің дайындық курстарымыз бар. Сол жерде жаңа мұғалімдер сабақ береді, бірнеше әкел. Егер ол ауданнан, мысалы, ауданда тұратын оқушы болса, оларды шақырып алуға мүмкіндіктер бар шығар. Иә, қарастырылған. Ардақ Сембайқызы бүгін эфирімізге келіп, осындай ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесіде жүздескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.